Динамо спорт кешені алаңында теннис корт ашылды. Аумағы ат шаптырым. Бірнеше жұп қатар ойын өткізе алатын айтулы алаңның тұсаукесер салтанатын облыс әкімі Амалбек Тышанов ашты. Облыс әкімінің шешімімен шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мәселелері бойынша жергілікті атқару органдарының қоғамдық бірлестіктерін және басқа да мемлекеттік емес құрылымдарды бақылау, жұмысын реттеу мақсатында арнайы департамент құрылды. Алматы қаласының іргесіндегі Кеңсай зиратында атақты сазгер Шәмші Қалдаяқовтың басына тұрғызылған кесене салынып бітті. Бұл кесенені тұрғызуға облыс әкімі Сарыбай Қалмырзаев бюджетте немесе басқа қорлар қаржысынан қаржы алмай 400 мың теңге мөлшерінде демеушілік көрсетті. Мойынқұм ауданындағы ең байырғы елді мекен Бірлік ауылында саз мектебінің алғашқы сабағы өтті. Енді онда домбыра, баян және фортепиано кластары бойынша музыкалық білім беріле бастады. Нарық қыспағы кезінде аталмыш музыка мектебінен бөлек 2 саз мектебі толықтай жұмысын тоқтатқан еді. Елді мекендерде көгілдір от жанды. Ал биыл Таразда жылыту маусымы 15 қазан басталады. Синоптиктер шаһарда 14 қазанда күндіз қатты жаңбыр жауады. Кей уақытта найзағай күтіледі деседі.